Саламатсыздар ма? Бүгін жаңағы Word программа. Ең бірінші айт рабочий столға барамыз. Оң жағын, мышканың оң жағын басып, создатып, өзімізге папка құрып аламыз. Папка мысалы Word өзінше. Ағылшынша тұр. Word. Енді мына папканың ішіне кіру үшін бірінші былай жасауға, сол жағын мына жерді бүйтіп барасыз, мышканың ішін баспайсыз, сосын оң жағын басып, открыть деп басуға, біріншісі ашу папканы. Екінші ашу нені сол жағын бір рет басыңызды энтерді басып ашуға болады. Үшінші ашу сол жағын екі рет басасыз, сосын солай ашасыз. Енді мына Word папканы аштым. Создат бізге оң жағын басқан кезде создат шығады ғой, мышканың. Мына жерде Word документ ашамыз. Word аштық. Word ашқанда да солай үш түрлі ашу жолы бар. Енді Word оң жағын басқанда, міне қараңыздар, переименовать деген бар. Переименовать мына жерге жаңағы нені өзгертуге болады. Атты өзгертуге болады. Қосасыз, аласыз, өзгертесіз. Енді документ ашамыз, бастап, энтерді басып, құжатты ашамын. Құжат ашылады, күтеміз. Сосын мына құжат ашылды. Ашылғанда өзінің стандарты бойынша тұрады ең басында. Мына жерде файл главное тұр. Главное сонда выделить все деген бар. Әркімдікі әртүрлі жерде тұруы мүмкін. Выделить всені басамыз. Сосын бізге таймес керек. Яғни арыз басы жаңағы бұйрық, арыз жазатын кезде таймеспен жазасыздар. Орысша 12, қазақша 14. Қалған уақытта өзіңіз қалағаныңызша жазасыз. Мына жерде шрифті жөнделдік. Енді келеміз, абзацқа барамыз, абзацтың астына барамыз. Мына жерде перед 0, после 0, сосын множитель междустрочный дегенде одинарный деп басамыз. Окей. Сосын разметка страниц барамыз. Сосын мына жерде параметр страницасын соңғы жағына басқан кезде сондай шығады. Поля, негізгі стандартный поля мынау. Документ жазғанда. Ал мен өзіме ыңғайлы етіп алу үшін бір верхний бір, левый бір, нижний бір, правый бір деймін, источник бумага деймін. Үстінде страница салмаймын. Егер страница болатын болса, мына жер бір деп қалдырамын. Ал егер страница бір бет шығаратын болса, мұнда 0 деймін. Бір деп жасай берейін қазір. Енді не істейміз? Осы, сосын вид болғаны масштаб бар, или жүз бар, жүз деген масштабқа кіріп, өзімізге ыңғайлы мына жерде произвольный деп тұр. Қанша біз? 140 деп аламыз ба? Үлкен етіп ала берек. Енді жұмысымызды бастасақ болады. Главное. Мысалы, мына жерге жазамыз. Мысалы, Қазақстан, қазақ, ағылшын шрифтпен алты қатарына басатын болса, тіл өзгереді. Мысалы, қазақ тілі, математика. Энтермен басып, төменге түсе береміз. Мына жерде қазақ тілі аламызды белгілейміз. Белгілегенде вырезать деп алсақ, қиып аламыз. Сосын төменге түсіп, мысалы, өзіміздің қалаған жерімізге вставить етіп қойып аламыз. Математика тоже математика аламыз, оң жағын бассаңыз да болады, копировать етіп, сосын қалаған жерімізге астына вставить етіп басамыз. Вставить, мына біріншісін бассаңыз болады. Мына емес, мына біріншісін бассаңыз болады. Сол орнын. Немесе мына немен қолдансаңыз болады. Егер ана барып жүргіңіз келмесе, вставить етіп деп, мұнда оң жағын.
Сосын міне мына математика деген сөзді барамыз, мына жерге өзімізге керекті таңдаймыз. Мына жер көрінбей қалды да. Мен ол үшін бүйтемін, мынаны белгілеп аламын да, мысалы мына сөзді белгілеп аламын да, мына қазақ тілі бәрін белгілеп аламын да, мына жаққа абзацқа онға қарай саламын. Мына жер выдать еткенде мына жерде көреміз. Әдемі, сол бәрін выдать етеді, қайсы әдемі шығады екен қараймыз. Мына таймске қойдым, просто созан басқан жоқпын деп қойдым да, сосын мына жаңағы неме астына үстіне сонымен қарап отыр стрелкамен. Әдемі әртүрлі көрдіңіз ба, қазақ тілі осындай. Мынаны установка істегенмін өзімде әдемі етіп, қазақ тілі деп. Мынау да жақсы екен. Калибри деп тұра берсін, калибри. Әдемі екен мынау да. Сосын мына абзац өзгеріп кеткен жоқ па? Жоқ, өзгермепті абзац. Сосын мына жерде 14, мына жер өзімізге керек шрифт таңдаймын. Немесе мына жер 15 жоқ, 15 деп мынаға тир басу. 15-те 5 керек па бізге? Үлкен етіп жазсақ, Enter деп басамыз. Сосын мына А деген үлкен етеді, Асы кішкентай жасайды. Сосын Ж деген жирный қылады, жирный да. Қайтадан ортан келтірейік сегодня. К деген мысалы курсив, жирный курсив. Сосын Ч. Абсолют мынаны курсив. Я думаю, шынап тастайды. Мына қайтадан бәрін келтіріп орнына. Сосын мына математика деген сөзді аламыз да, А, Б, С-ні кетіріп басса осылай шығады. Сосын мысалы 15 метр квадрат дегенде, мынаны X-тің үстінде мына жер квадрат деген бар. Мына жер көреді, мұны былай жазып. Оны алып тастау үшін қайтадан квадратты бассаңыз, міне алынып тастайды, көрдіңіз бе? Енді математиканың сөзді белгілеп, мына жерде үлкен А деп тұр. Мына жерде әдемі Аны өзімізге әдемісін таңдап аламыз. Өстіп әдемі алып көрдіңіз бе? Мысалы бір тақырыптың аттарын істеген кезде қайтадан барамыз да, мына жерге тең деген структура жаңа несін өзгертсеңіз болады. Жаңағы бояуын. Тең де барасыз, тең мысалы көлеңкесі болған қаласаңыз, көлеңкемен, ішінде көлеңке отображение дейді. Свещение мысалы осындай жылтырап тұрған қаласаңыз сондай. Сосын мынау дейтін абзацқа барамыз. Мына 10-ға, сол ортаға, сол, 10, мына жер мысалы көп текст жазса, чтобы көп текст жазған кезде арасы ашық тұрмау үшін, әдемі текст тұру үшін мынаны қолданамыз. Мынау дейтін жаңағы не арасын ашады. Мысалы 1,5, 2,5 көрдіңіз бе? Қазақ тілі математика қанша ашты арасын? Сонда ашатынымызға бір керек. Сосын цифр деген бар. Цифр, міне мына жерде жаңа значоктар, мына жерде сізге керек цифр. Мысалы мына екен белгілеп алайық та, мынаны әдемі бір өзімізге керек нәрсеміз. Жоқ, ол қажет емес, бізге сан қажет десе, санды белгілейміз. Жоқ, бізге ABC қажет десе, ABC белгілейміз. Немесе осындай да жазуға болады. Яғни міне осындай әртүрлі істеуге де болады. 1-де-1, 1-де-2, 1-де-1, мысалы мына жерге жазамыз. X тастаймыз деп істеп жаза беруге болады. Сосын назад деген бар, назадты басып, назад, міне алып тастауға болады. Сосын мынау бар.
Мынау бар, мынау а я деген сонан белгілейміз да. Мына а мен яға дейін саламыз. Абзац текст окей. Яғни мына алфавит бойынша мына жерде жазылады. Мынаны басқан кезде бұл деген жаңағы Word, Excel, яғни бұл жерде мысалы қанша жол ашты, мысалы мына кейін математикадан 1, 2, 3, 4, 5 пробел тұр да, ана артық. Соны алып тастау, яғни сөздің соңында ешқандай пробел болмау керек, яғни бұл кітап шығарғанға жақсы. Қайта алып тастаймыз. Сосын бояуға да болады. Мысалы мына жер цветтерін салып, әдемі етіп бояйсыздар. Өзі полный бояумен бұл жерде. Ал мына жерде АБВ тек қана именно нені бояйды. Жаңағы сөздің ішін бояйды. Енді мынаны мысалы мынаны өзгертуге болады. Қызылға өзгертуге болады. Әртүрлі. Содан кейін мына болады. Аптысыған қайтадан барамыз. Нет цвета дейміз. Сосын мына жерде потом все границы деп мына жерге осындай таблицада қоюға болады. Оны алып тастауға да болады. Алып тастағанды қайтадан белгілеуге болады, немесе назад, немесе қайтадан белгілеп, нет границы деп. Сосын мына жерде әртүрлі, мысалы сөздерді әдемі етіп жазып қараймын десең мына әдемі шығады да, көрдіңіздер? Мысалы жазып қараймын десеңіз осындай, яғни әдемі жазылады. Мына міне мына әдемі екен. Мына деді обычный. Осылай. Солай. Сосын мына жері главное да болды қызыр. Енді вставке барамыз. Вставкеге барғанда бұл жерде титульный листті әдемі етіп қоюға болады. Титульный лист. Давайте титульнан алып тастайын да, давайте біз будем мына жер қайсы, мысалы мынаны қояйық. Мына жерде әдемі мысалы қайсыға 2 ман жазылып тұр өзі. 2 ман 25, введите название. Онлайн, мысалы онлайн сабақтар. Деме етіп, сені ортаға қоюға болады, әдемі тұрсынып та. Сосын мына жерге суретті өзгертуге де болады. Алып тастағансыз бәкті басасыз, алып тастамайтын болса, сөзі өзгертеді. Сөзі өзгерту үшін оң жағына басқан кезде изменить рисунок деп. Изменить рисунок деп, мына жерде біз рисунокке барамыз. Қайда мына жерде мынаны болсақ. Мынаны болсақ. Изменить десең, дәл осы сурет форматы кішкентай болсын. Енді мына бізге видке барып, мына жерде форматты кішірейтіп алсақ болады. Мына суретті кішкене былайынан жылжытып ортаға қарай ұстап жылжытамыз. Сосын мына жерден бастап жаза береміз. Яғни бір кітапша жазатын болсаңыз, бір реферат, өзіңізге керек бір көрнекілік жазатын болсаңыз, шағын рефераттарда, реферат дейміз ғой, курсовой жұмыс деген сияқты. Осындай өстіп титульный листті қолдануға болады. Режим чтения дейді. Чтение режимдегі басып көрейік. Чтение режимі кетіп қалды. Яғни оқу режимі бұл. Оны шығу үшін мына жерде закрыть деп тұрады. Закрыть басқан кезде орнына келді.
черновик дейміз. Мына жерде линейка бізде тұр. Галочка. Сетканы басқанда сетка көрінеді. Потом область навигация басқанда осындай шығады. Мысалы, сетканы алып түсінші, сетка. Мысалы, мына жерге бірдеңе жаздық. Копировать етіп көрейік. Вставить. Мына жерде шығу керек. Мына жерде, яғни беттің өзі шыққанда қандай бет, солар шығып тұр екен да. Мхм. Яғни қай бетте қандай не жазылғаны көрінеді екен. Жаңа вставкада. Потом вставкада енді таблица істейік. Таблица істейтін кезде, мына жер ең үстіне тұр ғой. Ең үстіне тұр. Бір жоқ қалды. Мысалы, тақырыпқа бір жол істейік жазамыз. Тағы да бір рет түсіреміз да. Тақырыпқа жақындап істесеңіз болады, таблица өзіңіз қарайсыз. Мына жерде өзімізге керек таблица номер, атауы, саны, бағасы, мысалы суммасы есептейік, өзімізге керекті аламыз. Өстіп таблица құруға болады. Немесе астына түсеміз, немесе вставка қайтадан барамыз. Таблица нарисовать таблицу деп таблицаны қолменде былайына сызуға болады. Сыздық. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Бізге керек сыламыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу сызылды. Сызған кезде осы конструктор шығып кетті. Таблицаны басамыз. Сосын қайтадан вставка барамыз. Таблицаның ең соңғы жағына түстік, тағы бір жүрек. Егер бір рет орын қалдырмаса, екі таблица қосылып кетеді. Сосын таблица Excel деген бар. Таблица Excel деген бар. Бұл жерде Excel форматына шығып кетеді. Біз мына жерге Excel форматында 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Белгілеп алдық та. Сосын шрифтке барып, мына жерде все границы деп таблицаны құрамыз. Енді мына жерде бізде артықтау болып тұр. Сәл жабамыз. Қайтадан істейік. Таблицамыз ұзарту үшін былайына ұзарту алсақ болады. Негізі Excel болғанда бұл жерде нешін қолданымыз? Яғни мына жерде номерді жазайыншы. Excel мына жерде номер, атауы, саны, бағасы, бағасы и суммасы. Да? Белгілейміз. Біз бәрін белгілейік. Ортаға келтірейік, үстіне қойық. Мына жерде кішкене санды былай номерді кейін қойып, былай өзгертеміз. Атауы, суммасы, номер 1, 2, 3, 4. Мысалы, қарындаш, қалам, сызғыш, кетіргіш. Мынаны 10 штук, 12, 35, 99 штук. Бағасы 120 теңге.
150 теңге, 205 теңге, 86 теңге дейік. Енді сомасын есептегенде мына екеуін басқан кезде не? Былайна бір рет бассақ та болады, автосумманы бассақ, сразу біз автосумма кереміз. Бізге керегі умножение керек. Осын қазақша немесе орысшаға аударып аламыз. Өзіміздің немізді. Орысшаға. Тең с умножение 120. С умножение, С2 умножение Д2. Не. Соны мынаны копировать етіп, астын белгілесек, осындай вставить етіп қоя аламыз. Сосын мына таблицаны да өзгертуге болады. Давайте мына кішкене астын ашайық. Мына жерге тағы бір графаны қоса алайық. На все границы. Мына жерге общая суммасын есепте қой. Яғни просто қосады да бұл жер қосындысы. Жирным белгілей қойық. Яғни сумманың бәрін сол жаққа мынаны әдемі былайынан атауы, мына былайынан әдемі жирный етіп істеуі. Excel, яғни Word'тың ішінде сумма есептейтін болсаңыз, шағындау қолданатын болсаңыз, онда осыны қолдансаңыз болады. Даже былай Excel'де болған таблицаны копировать етіп, мына жерге вставить етіп әкеліп қойсаңыз да болады. Ол жерде оны әкеліп қойсаңыз, онда ол как не сияқты болып қалады, осыны таблица болып қалады. Мына жерге кез келген уақытта кіріп өзгерте аласыздар. Осы. Енді мына жерге жаңағыны жазамыз, мына жерде мынаны жазсақ, номер жазамыз. Номер, давай, қазақша. Номер. Атауы. Саны. Суммасы. Саны, бағасы. Бағасы. Суммасы. Сумма, баға деп жазсақ болады. Санды. Мынаны белгілеп аламыз. Сосын главныйға барып жирный ортасына қоямыз. Мыналарды шет жаққа қоямыз. Мынаны ортаға, мынаны неге? Сосын мына ұстаған белгіні осыны шығып қоямыз. Сөйтіп мына жерге 1, 2, 3 атауын жазамыз. Дәптер. Күнделік. Деп өстіп жолы. Мына жер сан емес, егер мына жерге тақырыбы, мына жер қазақ тілі. Пән атаулары жазайық. Пән атаулары. Пән атаулары. Мына жерді белгілейміз, делет басамыз. Делет басса, делет деген ішіндегі жазуды кетіреді. Делет, мысалы, делет баспай қой, делеттен бәкті басатын болса, мына жерде удаление, мына жерде жаңа графалар кетіп қалады. Сондықтан бізге таблицаны іштен кетіру үшін делетті басамыз. Мысалы, математика. Автор, да, мысалы, автор кітап беті, бет саны, кітап бет саны. Өстіп, мысалы, ескерту. Өстіп, мысалы, өзімізге автор. Онда ортасына қойсақ болады, или неге. Автор Муханов. Муханов
A'da кітап саны 368. 368. Мына жерде 368 ортасына қойсақ та болады. Ескерту мысалы жасау мысалы бар болса өстіп таблица құрамыз. Ага. Монолитный все границы айттым. Эти рисунок мына жерде давайте мына жерге астына келдік та астында түстік. Мына жер эти рисунок деп мына басып жаңадан суреттерді таңдауға болады. Мына суреттерді өзгертуге болады өзімізге қарай. Көлемін кішірейту үшін бір шеттен аламыз да төменге түсіреміз. Оңдан, солдан, жоғарыдан болса да. Осындай формат шықты. Форматта обрезка деген бар. Обрезканы басқан кезде мына жерде біз форматтарды өзгерте аламыз. Суретті керек емес жерін қиып тастаймыз да, керек жерін қалдырамыз өзімізге. Мынау. Все. Өстіп қалдырсақ размен кіші мына суретті вырезать етіп мысалы бізге таблицаның ішіне керек па таблицаның ішіне саламыз. Мысалы таблица бізге барлығы мысалы таблица бізге бәрі керек емес та мысалы мынаны еще артық болса белгілеп аламыз да оң жағын басып удаление мына жерде удалить столбцы дейміз. Сол осы мына жерге мысалы бірдеңе етіп жазуға болады. Мына жерге каждый мысалы суретті кішірейтіп алсаңыз болады, кішірейтсеңіз неде кішірейтіп, яғни бір нелер бар, тексттер бар, бір ана сурет, бір ана не, мына жерге жазылыр. Астына керегіміз болса, удаление саламыз. Басамызды делет баспаймыз, именно басамыз, бәкті басамыз, уже кетіп қалатын астына түсіреді. Осыны егер мына таблицаның соңғы жағын тағы да қосқымыз келсе, мына астына стрелкалар бар, and home дейді стрелка. Соны ең соңында келді ғой. Соны enter басқан кезде тағы да стрелканы жүреміз. Соңына шықты, керек нені қолданамыз өстіп. Енді мына стрелка, мынаны белгілеп аламыз да, мысалы нет границаны басамыз. Нет границы болғанда осындай шықты. Яғни мына жер сурет, мына жер сөз әдемі тұрады да. Егер де бірдеңе қолданатын келсе, сөйтіп жасырып қоюға болады, яғни несін границасын. Сосын вставка мына жерде верхний колонн титул, нижний колонн титул. Верхний колонн титул жазайын да, верхний колонн титулды басып, мына жерге верхний колонн титулын атауын жазуға болады. Яғни бұл біреуін таңдаймыз. Онлайн сабақтар деп тұрады да, бұл кітаптың аты онлайн сабақтар. Сосын закрыть окна деп жауға болады. Енді витке барамыз. Витіміз параметр страница барамыз. Біз жоғарыда колонн титул салдық қой. Источник жоғарыда бір деп саламыз. Потому что жоғарыда орын қалу керек. Көріңіз, әдемі қалды. Мысалы, бір орын қалмаған кезде осындай болды. Орын қалған кезде әдемі болды. Яғни колонн титул сондықтан үстіне жаңағы қайсы жаңағы үстіндегі источник бумага до верхнего колонн титул 1 сантиметр осы. Сосын вставкаде мына жерде номер страницы бар. Номер страниц керек болады да, мысалы егерде 2-ден бастап тексттерге 2 бет 3 бет болса, өзімізге қалаған текст мысалы внизу мысалы әдемі қылып істесеңіз болады, әртүрлі етіп. Мен мынаны бір астына шықты бар. Закрыть. Мына бірінші титульный листі колонн титул шыққан жоқ, жаңа лист шыққан жоқ. Лист колонн титул шықпайды біріншіде, титульный листі. Екіншіде, мысалы, онлайн сабақтар астында бірінші страница деп шығып тұр. Енді келесіде қайсыға барамыз? Вставкеге бардық. Номер страниц жаздық. Мына жерде мысалы математика да, математика сөз жазамыз да, мына жерде әдемі үлкен етіп сызуға да болады.
үлкен еді әдемі. Мхм. Онан мына басқан уже ішіне басқан кезде формат шығып кетеді. Форматын контурын өзгертуге болады. Заливка дейді. Заливка, контур, эффект, эффект әдемі етіп былай әртүрлі етіп өзгертетін. Былайынан жатып былайынан әртүрлі істеуге. Отображение, заголовок. Жатып мына жерде де қарасаңыздар болады. Басқасын таңдасаңыздар болады өздеріңізге. Сосын текстовый эффект. Зеркемейді. Сол вставканы осы. Сосын формула мына қараңыздар. Формуланы қолдана аламыз. Формуланы мына жерден керек формуланы қараймыз. Немесе мына жер бізге қажет болмаса вставить новый формула дейміз. Новый формула ішіне барған кезде ішіне кіреміз, вместо для формула шығады. Мына жерде өзімізге керек формуланы аламыз. Мысалы бізге дроп керек. Дроп x, y. Сосын кейін жүреміз, бізге қосу, потом индекс керек. Индекс. Мысалы c квадрат. Тағы да сөйтіп мына радикал таңдай, радикалды таңдайды. Мына жерге мысалы өстіп жаңағы формуламызды жаза береміз. Формула осылай тұрады. Енді кейін давайте асансет вставка дейміз, әлі символ қоюға болады. Мысалы бізде клавиатурада жоқ заттарды, мысалы мына жерде символдар алып, символды басып, қалаған символдарымызды бірден мынадан басып бәрін қарай берсек болады. Мысалы доллар жоқ та, біз мына жерде доллар жоқ, мысалы музыка деген жоқ, мысалы осындай белгілер жоқ, соны қоюға болады. Мына басамыз, вставить, тағы да басамыз, керек вставить, сосын закрыть басамыз. Міне астында шықты. Сол мына жер вставка. Енді разметкаға кіреміз. Разметка бұл жерде бізге цвет, шрифт, мыналарды біз қолданбаймын оны. Біз тек қана мына жерде, мына жерде колон титул 2 деген бар. Бір бетте біз бірінен істейміз колонка. Кейбір мысалы 2 жасауға болады. Яғни бір жаңағы келісімшарт жасағанда 3, 4, 5, справа, слева. Короче, мына жерде өстіп бір бетте неше колонка болады. Бізде біз көбінесе қолданатынымыз 95% жұмыстарда колонка, яғни 99% деп айта беремін, біз бір колонканы қолданамыз. Мыналарды қолданбаймын. Сосын мына астыңғы төменгі жағында стрелкадан басамын да, мына жерде поля. Мына біз қараңдық поля. Сосын мысалы кейбір беттер, мысалы белгілеп аласыздар, сол бетті именно сол бет болса, сол бетті альбомный книжный істеу болады. Мысалы көрейік, дәл осы бетті альбомный оқылым келеді да, аналар емес, альбомный ко всем емес, к выделенному тексту десе, именно бір бет альбомный шықты, көрдіңіз ба? Сол бір бет. Ол үшін, мысалы тек қана бір бет альбомный, қалған альбомный болмайды да. Мысалы астында бүйтінші бетке барып, бізге кішкентай формат таңдалайыншы мен. 50 деген формат таңдалай. Яғни көрініп тұрсын бізде. Астында тағы да бет ашып қойдым. Енді мынаны белгілеп аламын да, жаңағы разметка страницы барып, мына жерде альбомный ко всему есть, к выделенному тексту деп белгілеп аламын. Тек қана бір бет альбомный болады. Көрдіңіз бе? Бір бет альбомный болады.
мына кішкене артықтау. Сөйтіп міне сөйтіп жасауға болады. Сосын мына жерде свет страницы біз в основном нетті қолданып жүрміз. Мысалы свет страницы черный қолданса, мысалы сап-сары қолдансақ, мысалы бет сап-сары болып тұрады. Көрдіңіз бе? Иә. Сосын ссылканы біз көп қолданбаймыз. Ссылканы, таблица ссылок вставить сноску. Оны в основном кітап шығарғанда, басқа заттар қолданады. Біз арызға, мектепке, мысалы күнделікті неге қолданбаймыз. Это рассылка жібереді через интернет, правописание, язык. Сосын мына жерде видке барған разметка страница деймін. И режим чтения деген міне осындай режим чтения. Мына закрыть басамыз. Осыны сетка қоя болады. Область мына жерде. Қандай бет екені көрініп тұр үшін. Масштаб там одна страница, две страницы дейтін бар. Яғни бір бетте екі страница шығып дейтін. Бір экранда екі страница. Мысалы, бір страница, екі страница. Көрдіңіз бе? Мысалы, мына қана осындай екен. Сөйтіп, бір бетте екі страницаны көріп отыруға. Бізге осыны бір жақсы. Сосын файлға барамыз. Файлға барамызда бұл жерде сохранить как дейміз. Сохранить как деп, мына жерде атын өзгертсек болады. Давай бір деп қояйық. Мына жерде документ, мына жерде PDF ауыстыруға болады. Басқа да ауыстыруға болады. PDF ауыстырып, мына жерде открыть деп алып тастасақ, ашылмайды. Аннан бассақ, біз жапқа сохранить етілген кез автомат түрде ашылатын болады. Сохранить. Қазір бізде PDF файл шығады. Кішкене күтеміз. Мына сурет бар ғой. Міне біздің жазған жаңағы форматымыз осы. Міне. Мына басамыз. X басамыз, шығып кетеміз. Қайтадан файлға барамыз. Файлға барғанда, мына жерде сведение деп тұр. Сведениеде мына жерде документті защитить документ. Парольді қоямыз. Парольді қоюға. Мысалы. Сол парольді қайтадан саламыз. Ұмытып қалмау керек, парольді саламыз. Міне, енді пароль қойылды. X-ті басамыз, сохранить дейміз, және мына документті ашатын боламыз. Қайтадан. Міне, мына документті Word қой. Word'ты ашамыз. Міне, пароль сұрап тұр. Міне, парольді саламыз. Енді парольді кетіру үшін істейміз. Бізге пароль қажет емес. Кетіру үшін сведениеде тұр ғой мына жерде. Парольге барамыз да, қайтадан парольге барып, мына парольді белгілейміз, делет дейміз, соны өшіріп тастаймыз, қайтадан окей дейміз. Енді қайтадан қараймыз. Сохранить документ. Біз ішіне өзгерттік қой, тек қана пароль алып тастадық. Сосын қайтадан Wordқа кіреміз. Міне пароль жоқ, көрдіңіздер ме? Сол печать. Енді печатқа айтайын. Печать. Печать деп барамыз. Печать мына жерге бірінші бір копиясын шығарып аламыз. Егер керек болса, тағы да біреу шығарып алып ұнады ма, мысалы бізге қалаған жаңағы 8 копия ма, 8-8. Мына жерде астында міне көрдіңіздер, қанша бет, қалай екен көріп. Осы өзімізге қайсы жаңағы принтер жасайды, сол принтерді
сол принтерге біз қай принтерден шығарамыз ғой, сол принтерді белгілеп аламыз, яғни қай принтермен настройка жасап тұр. Мысалы бір бетті істеуге болады или барлық бет шығаруға болады, әртүрлі. Мына жерде өзің таңдайсың. Страница, мысалы страница именно екіні шығарғыңыз келсе екіні басасың, бірді шығарғыңыз келсе бірді басасың страница. Сосын мына жерде қараңыз. Қазір енді страница, страница болса өзімізге қалаған бетті шығарамыз. Бізге бірінші бет па, бірінші бет керек, или барлық керек болса страница бірінші жазбай ақ қойсаңыз. Там печать обеих сторон. Мысалы бізде көбінесе печать, односторонний печать. Кейбір принтерде жаңа екі жақта печать жасайды. Алдына артына жасайды. Ол кезде мынаны қоямыз. Сосын мына жерде по копиям дейді. Мына жерде копияны біз қолданбаймыз. И потом книжным, альбомным мына жерден басамыз. Бізге А4 керек формат, А5 деген бар, последний. И потом страница бір. Мысалы бір страницада екі, бір А4-де бір бет, бір А4 екі бет, бір А4 төрт бет болса, төрт бетке бөліп салатын болсақ, осында инсайт. Мысалы сіз А4 біреуін істедіңіз да, енді бір бет істедіңіз, соны кішкентай етіп қиып бергіңіз келеді. Мысалы соны төрт десеңіз, яғни бір А4-де дәл осы төрт бөлікке шығатын болады. Алып тастаймын. Сосын өзіңізге істеп аласыз керектерін, сосын печать етіп басатын боласыз. Осылай. Сосын документ жазып отқанда арасына сохранить етіп басып қойып отырыңыз. Сосын мына жерде стрелка бар. Стрелка өзіңізге керектілерін қоясыз мына жерге. Править писание, отмена, мысалы мен отмена, вернуть, быстрый печать, просмотрды қойып алдым да. Сондай сияқты басқа да өзіңіздің керек командаңызды тез жасайтын командаңызды табуға. Мысалы мына жерде лупаны басып параметр. Басқан кезде лупа менде осындай шыққан печатьпен бірге шығып тұр да, көрдіңіздер. Осы бортта біз қолданатын күнделікті жаңағы жұмыстарда, мектепте болсын, қандай да үлкен организацияларда жұмыстарда біз бортты осылай қолданамыз. Кейбір мына жерде қолданбаған, яғни бұл біз кейін өздеріңіз қарап іздеп алсаңыз, интернеттен қарасаңыз, бірақ мен мыналарды қолданған жоқпын, сондықтан мен мыналарды айта алмаймын. Бұл бізге маған осы күнге дейін 2000 жылдан бері жұмыс жасап келемін. Осы 2025-ке де 25 жылға дейін маған мыналар қажет болмады. Сондықтан қажет болатын болса, сіздерге кейін өздеріңіз интернеттен қарап алсаңыз болады. Міне сабақ Word бойынша сабақты отар осы. Бұл видеоны сақтап алыңыз. Өзіңізге керек болады. Бүткіл Word бойынша айтылған ақпараттар. Сау саламатта болыңыздар, зейініңіз ашылып, жақсы үйреніп, табысыңыз мол болсын деймін.